Эспаноланың тұрған жері жағадан едәуір қашық екен. Оған жету үшін қайыққа мініп, кеменің арасымен әзер дегенде келеміз. Алдымыздан кейде кеменің әртүрлі мүсіндер бейнеленген сәнді тұмсық жағы, кейде арт жағы шыға келеді. Кеме арқандары қайығымыздың астыңғы жағынан сықыр-сықыр етіп қалып жатыр. Төбемізден де салбырап төне қалады. Бізді өз кемемізде шапыраш көз, беті тотығып қарайған, құлағында сырғасы бар байырғы теңізші штурман мистер Эрроу сәлем беріп қарсы алды. Сквайр екеуінің арасында жақын достық, аса сыйластық қарым-қатынас орнағанға ұқсайды. Бірақ Сквайрдың капитанмен келісе алмай жүргендігі де көрініп тұрды. Капитан тұйық мінезді кісі екен. Кемедегінің бәрі оның көңілінен шықпай жүрген көрінеді. Өзінің ренжу себептерін де жасырмай, бірден-ақ алдымызға жайып салды. Біз каютаға түсер-түспестен-ақ бір матрос келіп, «Сэр, капитан Смоллеттің сізбен сөйлескісі келеді», деді. «Капитанмен сөйлесуге әрдайым әзірмін, айт, осында келсін», деді Сквайр. Елшісінің соңынан іле-шала капитанның өзі де келе жатыр екен. Каютаға кірген бойда есікті кілттеп алды. «Иә, капитан Смоллет, не айтпақ едіңіз? Бүлінген ештеме жоқ шығар әйтеуір. Шхуна сапарға дайын ба?» «Жағдай мынадай, сэр, сізбен араздасып қалам ба деп қорқам. Бірақ не де болса ойымды бүкпей ашық сөйлескім келеді», деді капитан. «Маған біздің осы экспедициямыз ұнамайды. Матростарымыз да, өзімнің көмекшім де ұнамайды. Бар айтарым осы». «Сэр, мүмкін сізге тіпті кеменің өзі де ұнамайтын шығар», деді Сквайр, оның ашулы екенін байқап. «Теңізде жүзіп көрмей, шхуна туралы пәлендеу қиын», деді капитан. «Кеме жаман жасалмаған сияқты, бірақ кесіп айтуға әлі ерте». «Сэр, ендеше сізге шхунаның қожасы, мына мен ұнамайтын шығармын», деді Сквайр. Бірақ оны доктор Левси бөліп жіберді. Сабыр етейік», деді ол. «Бүйте берсек жанжалдан басқа ештеме де таппаймыз». Капитан көп жайды білдірді, бірақ тым шолақ қайырды. Сондықтан бірер түсініктеме талап етуге қақым бар. «Капитан, сіз ғой жаңа біздің осы экспедициямыз сізге ұнамайды дедіңіз». «Рас қой, неліктен?» «Мен өзім осы қызметіме мына джентльмен кемені қайда апар десе, сонда апару үшін шақырылдым ғой, деп есептеймін. Ал бірақ сапарымыздың мақсаты жайлы маған ешкім ештеме айтқан жоқ», деді капитан. «Жақсы дейік, мен оны сұрап та жатпадым. Бірақ кешікпей-ақ кемедегі ең жаман деген матростың өзі де сапарымыздың мақсаты жайлы менен әлдеқайда көп білетіндігіне менің көзім әбден жетті. Меніңше бұл келісті нәрсе емес. Ал сіздіңше қалай?» «Меніңше де солай», деді доктор Левси. «Содан кейін тағы бір білгенім, осы сапарымызда біз бір қазына іздеп бара жатқан көрінеміз», деп жалғастырды сөзін капитан. «Есіңізге сала кетейін, мен мұны басқадан емес, өзімнің қарамағымдағы адамдардан естідім. Ал қазына іздеу сапары деген екі талай кәсіп. Жалпы қазына іздеу деген менің қолым емес. Ондайға тіпті еш құштарлығым да жоқ. Әсіресе мынадай құпия әрекетке құштар емеспін. Және дағы мистер Трелони, сіз кешіре көріңіз. Ол құпияның сырын торда отырған тотыға дейін біліп алыпты». «Сильвердің тотысы ма?» деді Сквайр. «Жоқ, бұл жай мәтел ғой», деді капитан. «Құпияның енді ешқандай құпиялығы қалған жоқ деген сөз. Меніңше сіз өзіңіз кіріскен осы бір ісіңіздің қауіп-қатерін әлі де жете байыптамай жүрсіз. Бұл тұрғыдан өз пікірімді мен айтар болсам, сіз не өлім, не өмір дейтін қым-қиға шайқасқа келіп тұрсыз». «Бұл сөзіңіздің жөні бар», деді доктор. «Біз тәуекелге бел буып отырмыз. Бұл өте қауіпті іс. Бірақ осы қауіпке бізді жете мән бермей жүр деп ойламаңыз. Оныңыз қателескендігіңіз. Әлгінде команда ұнамайды дедіңіз, солай ғой. Сонда қалай? Сіздіңше біз жинаған теңізшілердің тәжірибе жағы ма жетіспей жатқаны? Солар маған ұнамай-ақ қойды. Турасына көшсем, команда құрастыруды маған тапсыру керек еді». «Таласым жоқ», деді доктор. «Менің досым Трелони екеуіңіз команданы бірлесе отырып құрағандарыңыз жөн еді. Бірақ сенсеңіз, бұл жай кездейсоқ кеткен ағаттық.
әдейі істелген ештеме де жоқ. Сосын сұрағым келгені, сізге мистер Эрроу ұнамайтын сияқты, солай ма? Иә, ұнамайтыны рас, сэр. Оның жақсы теңізші екендігіне күмәнім жоқ. Бірақ маған жақсы көмекші болады деу қиын. Өйткені команданы бетімен жіберіп жүр. Қарауындағы матростармен әмпей-жәмпей болғысы келеді. Штурман кемеде матростардан оқшау жүруге тиіс. Ал ол болса матростармен бірге ром ішеді. Сонда оны маскүнем демексіз бе? Деді Сквайр. Жоқ, сэр, деді капитан. Менің бар айтқым келгені, команданы тым бетімен жіберіп жүр. Ал енді, капитан, турасын айтыңызшы, бізге не істе дегіңіз келеді, деді доктор. Осы сапарға шын бел буып отырғандарыңыз рас қой, джентльмендер. Бір жола, деді Сквайр. Өте жақсы, деді капитан. Мен өзімнің бұған дейінгі айтқандарымның ешқайсысын дәлелдей алмағанмен, сіздер шыдамдылық көрсетіп, сөзімді бөлмедіңіздер. Ендеше тағы да тыңдай түсіңіздер. Оқ-дәрі мен қару-жарақ кеменің тұмсық жағына жиналып жатыр. Ал бірақ сіздердің каютаңыздың астында өте бір қолайлы орын бар екен. Сол араға неге жимасқа? Бұл бір деңіз. Содан соң сіз сапарға өзіңізбен бірге 4 қызметші алған екенсіз. Менің естуімше сол қызметшілердің біреуін кеменің тұмсық жағына орналастырмақ екенсіздер. Ал менің ойымша, қызметшілердің бәріне сіздің каютаңыздың қасына неге орын таппасқа? Бұл 2. Үшіншісі де бар ма? Деп сұрады Трелони. Бар, деді капитан. Кемеде гу-гу әңгіме көп. Рас, қысыр әңгіме көп екені рас, деді доктор. Мен сіздерге тек өз құлағыммен естігендерімді ғана айтайын, деп жалғастырды капитан Смоллет. Сіздерде бір аралдың картасы бар деседі. Сол картаның крест қойылған жерлерінде жасырылған қазына бар көрінеді. Енді сол аралдың қайда орналасқанын айтайын. Капитан аралдың ендік бойлықтарын айна қатесіз дәл айтып берді. Бұл менің тісімнен шықпаған нәрсе, деп дауыстап жіберді Сквайр. Бірақ бұны білмейтін кемеде бірде-бір матрос қалмапты, сэр, деді капитан. Сыр шашып алған сіз болдыңыз, Левси, деді Сквайр. Немесе Хокинс сенсің. Сыр шашқан кім болса да енді оның бәрі бір, деді доктор. Менің байқағаным мистер Трелони қанша ақталғанымен доктор да, капитан да оған сенбеді. Ол жерде оған мен де сенгенім жоқ. Өйткені оның расында да сөзі бар адам екенін білетінмін. Ал қазір ойлап қарасам, сол жолы оның айтқаны шын екен. Аралдың қай жерде екенін команда бізсіз-ақ біліпті. Джентльмендер, мен картаның қайсыңызда екенін білмеймін, деді капитан сөзін ары қарай жалғастыра түсіп. Бірақ менің талап ететінім, карта менен де мистер Эрроудан да құпия сақталатын болсын. Өйтпеген күнде мені жұмыстан босатуыңызды өтінемін. Түсіндім, деді доктор. Сіз біріншіден басы артық бос сөз тыйылса екен дейсіз. Екіншіден кеменің арт жағын берік қамалға айналдырып, менің досымның қызметшілерінің бәрін сонда жинап, кемедегі бүкіл қару-жарақ, оқ-дәріні соларға бергіңіз келеді. Екінші сөзбен айтқанда, кемеде ереуіл шығады деп қорқатын көрінесіз. Сэр, деді капитан Смоллет, бұл сөзіңізге мені ренжіді деп ойламаңыз. Бірақ маған өзім айтпаған сөзді таңбағаныңызды қалар едім. Ереуіл шығатынын біле тұра, теңізге шығудан бас тартпаған капитанды кейін ешкімде ақтай алмас еді. Мистер Эрроудың адал екеніне менің шүбәм жоқ. Матростардың да көбі адал адамдар. Тіпті шетінен бәрі адал жандар болуы да мүмкін. Бірақ кеменің қауіпсіздігі үшін, кемедегі әр адамның өмірі үшін жауап беретін мына менмін ғой. Кемеде көп нәрсе дұрыс істелмей жатыр. Тиісті сақтық шараларын қолданыңыз. Әйтпеген күнде мені жұмысымнан босатыңыз. Бар айтарым осы. Түйедей дегенім түймедей болды, деген сөзді естігеніңіз бар ма еді? Деді доктор жымиып. Кешірерсіз, сіздің мына әңгімеңізден сол мысал есіме түсіп кетті. Сіз осында алғаш кіргеніңізде бұл айтқаныңыздан әлдеқайда көп нәрсе талап етерсіз деп басымдағы паригіммен серт етуіме әзір едім. Доктор, сіз көреген адам екенсіз, деді капитан. Осында келгенде мен есеп айырысуды талап етпек боп келіп едім. Өйткені мистер Трелони менің бір ауыз сөзімді де тыңдап жатпас деп бірден күдер үзіп келгенмін.
тыңдамаған да болар едім, деп айқайлап жіберді Сквайр. Мына Левси болмағанда сізді бірден-ақ қуып шығатын едім. Бірақ енді не десеңіз де сіздің бар әңгімеңізді тыңдап шықтым және бар айтқаныңызға көніп отырмын. Бірақ не пайда? Сіз жөнінде бұрынғыдан пікірім өзгеріп, енді тіпті нашар пікірде қалып отырмын. Ол жағын өзіңіз біліңіз, деді капитан. Өзімнің тиісті міндетімді атқарып отырғанымды кейін түсінерсіз деп ойлаймын. Осыны айтып, капитан шығып кетті. Треллони, деді доктор, сіз кемеге екі бірдей адал адам шақырған болып шықтыңыз. Біреуі капитан Смоллетте, екіншісі Джон Сильвер. Бұл өзі мен күтпеген жағдай. Сильвер жөнінде айтқаныңызға қосыламын, деді Сквайр. Ал енді жаңағы өтірікші, лепірме, капитанның қылығы ер адамға да, теңізшіге де қала берді. Ағылшынға да лайық қылық емес. Жарайды, кімнің қандай екенін кезінде көрерміз, деді доктор. Біз палубаға шықтық. Матростар қару-жарақ пен оқ-дәріні кеменің арт жағына таси бастаған екен. Жұмыс үстінде олар «Хо-хо-хо» деп ән салады. Капитан мен мистер Эрроу бас-көз болып жүр. Оқ-дәрі тасып, каюталарымызды жөнге келтіріп, бар ынтамызды сала жұмыс істеп жатқан кезіміз еді. Жағадан шлюпкаға мініп, міне ең соңғы матростар. Олармен бірге ұзын-тұра Джон Сильвер де келді. Аспаз кемеге маймылдан бетер тез, оп-оңай мінді де, біздің не істеп жатқанымызды көрген бойда. «Әй, ағайындар-ау, бұларыңыз не?» деп айқай салды. «Оқ-дәрі салған бөшкелерді көшіріп жатырмыз, Джон», деді бір матрос. «Оның не қажеті болыпты?» деді ұзын-тұра даурығып. «Енді судың ертеңгілік, кейін қайтуына үлгермейтін болдық қой. Олар менің берген бұйрығымды орындап жатыр», деп капитан оның сөзін бөліп жіберді. «Ал сіз, құрметтім, матростар кешкі астарын уақытында ішсін десеңіз, тез ас үйге барыңыз». «Құп болады, сэр», деді де аспаз ас үйге сүңгіп жоқ болды. «Бұл өзі тамаша кісі, капитан», деді доктор. Мүмкін, тамаша кісі болуы да мүмкін, сэр», деді капитан Смоллет. Жігіттер, абайлаңыздар». Бұдан кейін ол оқ-дәрі салған каспекті домалатып келе жатқан матростарға қарай жүрді. Кенет ол менің кеменің орта тұсына орнатылған айналмалы зеңбіректі қарағыштап, жайдан-жай тұрғанымды байқап қалып, тап берді. «Әй, Юнга, жоғал бұл жерден», деді ақырып. «Аспазға бар, жұмыс тауып берсін». Ас үйге қарай зытып бара жатқанымда, «Кемеде ешкімнің де ерке тотай болуына жол бере алмаймын», деп капитанның докторға сөйлеп жатқанын естідім. Сенсеңіз осы сәтте мен Сквайрдың капитанды шәлкес мінез, қыңыр адам деген пікіріне әбден қосылып, оны тіптен жек көрген едім. Әбігеріміз түні бойы таусылмады. Заттарды бір жерден екінші жерге ауыстырып, тасумен болдық. Сквайрға оң сапар тілеп, аман барып, аман сау қайт деген сияқты лебіз білдірген Сквайрдың мистер Блендли сияқты достары шлюпкамен бірі келіп, бірі кетіп жатты. Бұған дейін мен адмирал Бенбоуда ешқашан мұндай көп жұмыс істеп көрмеген болатынмын. Таң қылаң бері боцман сыбызғысын ойнап, команда зәкірді көтеруге кіріскен кезде мен сілем қатып, титықтап әбден шаршаған едім. Бірақ тіпті бұдан 2 есе көп шаршасам да, бүгін мені палубадан ешкім қуып кетіре алмас еді. Үзік бұйрықтар, құлақ жарған ащы ысқырық үні, кеме шамдарының күңгірт жарығы астында жұмыс жасап, әбігерлене жүгірген адамдар. Осы көріністің бәрі мен үшін соншалық қызықты, әсерлі, танысық жағдай болды. «Әй, Шолақсан, ән бастап жібер», деп айқайлады бір матрос. «Ескі әндердің бірі болсын», деді екіншісі. «Жарайды, жігіттер, айтып көрейін», деді балдағын қолтығына қысып, сол арада палубада тұрған ұзын-тұра Джон Сильвер. «Джон Сильвер, өліктің сандығына 15 адам», деп бастағанда бүкіл команда хор айтқандай қосыла жөнелді. «Йо-хо-хо, тағы да бір шөлмек ром». Соңғы хоны айтқанда матростар зәкір көтеретін арқанның тетігін барлығы бір кезде бір кісідей басып кеп қалады. Менің есіме ескі адмирал Бенбоумыз түсіп,
Марқұм Бонстың даусы да кенет жаңағы матростар хорына қосыла кеткендей болды. Кешікпей зәкір де көтеріліп, кеменің тұмсық жағына бекітілді. Одан тамшылап су ағып тұр. Жел үрлеп желкен көтерілді. Жер шегініп, кейін қалып барады. Жан-жағымызды қоршап тұрған кемелер де алыстай бастады. Мен бір сағатта болса көш шырымын алуға кереуетіме барып жатуға тиіс едім. Эспанолла мен жатпастан-ақ теңізге шығып, қазына аралына қарай бет түзеді. Сапарымыздың бар егжей-тегжейін тәптіштеп жатпай-ақ қояйын. Әйтеуір өте сәтті сапар болғанын айтсам да жетер. Кемеміз де өте оңды болып шықты. Командамыз да тәжірибелі теңізшілерден құралды. Капитанымыздың да өз ісін қалтқысыз, жақсы білетініне көзіміз жетті. Бірақ қазына аралына жеткенше жол бойы айтуға тұрарлықтай 2-3 оқиға кездесті. Мистер Эрроумыз капитанның күткенінен де гөрі нашарырақ, тіпті өрескел жаман адам болып шықты. Алдымен осыны білдік. Матростардың алдында түк беделі болмады. Айтқанына құлақ асып жатқан бір адам жоқ. Тіпті бұнысы да ештеме емес-ау. Теңізге шыққанымызға 1-2 күн өтпей-ақ палубаға шыққанда көзі лай судай кілегейленіп, екі беті қабарып қызара бөртіп келетінді әдетке айналдырды. Тілі күрмеліп, жөн сөйлей алмайды. Мастықтың басқа да белгілерінен құр алақан емес. Өзін ауық-ауық масқаралап, каютаға қуып тығуға да тура келді. Құлап, о жерін бұ жерін көгертіп алып жүрді. Тіпті ұзақты күн төсегінде тұрмай, каютасында жатып алатын күндері де бар. Рас, 1-2 күн онша қылжыңдамай сау жүрген кездері де болды. Ондайда өз міндетін атқарған сыңай көрсететін. Ішімдікті қайдан алатынын білмейміз. Кемедегілердің бәрі осы жұмбақтың сырын аша алмай дал болды. Біз қадағалап бақылап-ақ жүрдік, бірақ өндіргеніміз шамалы. Арақты қайдан алып жүрсіз? Деп тура өзінен де сұраған кезіміз болды. Ондайда мас болса қарқылдап күлетін де, сау болса өмір бойы судан басқаны аузыма алсам бұйырмасын, деп ант су ішетін. Штурман ретінде одан түк пайда болмады, және ол ма өзінің қарауындағы адамдарына теріс ықпал жасады. Бұнысы түбі жақсылыққа апармайтыны айдан анық еді. Сондықтан болар, кейін дауылды түндердің бірінде әлгі мистер Эрроу кемеден ғайып болғанда оған ешкім таңырқамады да, қайғырып та жатпады. «Ернеуден құлап кеткен ғой», деп түйді капитан. «Амал нешік, джентльмендер, іс осылай тынбағанда біз оның қол аяғына бәрібір бұғау салған болар едік». Сөйтіп біз штурмансыз қалдық. Енді бұл жұмысқа команда құрамынан басқа біреуді жоғарылату қажет еді. Таңдау боцман Джоб Эндерсонға түсті. Оны бұрынғыша боцман деп атап жүрдік. Бірақ ол штурманның міндетін де қоса атқарды. Көп саяхат шегіп, теңізді жақсы білетін мистер Трелонидің да бұл іске пайдасы тимей қалған жоқ. Ауа райы ашық күндері ол да вахтаға тұрды. Екінші боцман Израэль Хэнс, елгезек, тәжірибелі кәрі теңізші болатын. Қандай жұмыс тапсырса да оның қолынан бәрі келеді екен. Айта кетейін, ол ұзынтұра Джон Сильвермен достасып жүрді. Бәрібір атын атадым ғой, енді Сильвер жөнінде кеңірек әңгімелейін. Матростар оны Шолақсан деп атады. Екі қолы бос болуы үшін балдағын жіп тағып, мойнына іліп алатын. Балдағын қабырғаға тіреп қойып, кеме шайқалғанда өзі де бір шайқала түсіп, құрлықта табанын жерге тіреп тұрған адамша асқан ептілікпен ас пісіргенін көрсеңіз, дауылды күндері палубада соның өзі үшін әдейі әр жерде керіп қойған арқандарды жағалап отырып, тез әрі сонша ептілікпен зыр жүгіргенін көргенде бәріміз қайран қалатынбыз. Матростар әлгі арқандарды ұзынтұра Джонның сырғалары деп әжуалайтын. Жүрген кезде бірде жаңағы сырғаларға жармасса, бірде балдағын тіре кетеді. Ал кейде тіпті балдақты бос тастап, сүйретіп кетіп бара жатады. Біздің Шолақсанымыз жай адам емес қой, дейтін маған екінші боцман. Жас кезінде білім құмар болды. Қаласа өзі де кітапша сайрап қоя беретін. Ал батырлығын көрсең, ұзынтұра Джонның қасында айбар шашқан арыстанның өзі де түк болмай қалады. Құр қол келе жатқанында 4 кісі тап берген кезде бастарын түйістіріп, төртеуін де жайғастырып кеткенін мына мен өз көзіммен көргенмін, дейтін еді боцман.
Бүкіл командамыз оны қатты сыйлайтын, тіпті бұйрықтарын да екі етпей орындайтын. Кіммен болса да тіл табысып, кімнің болса да ойынан шыға білетін, әсіресе менімен жылы сөйлесетін, тап-тұйнақтай тап-таза камбузына кірсем, тіпті қуанып қалатын. Ыдыс аяқтарын ұқыптап іліп, кептіріп, жалтырата жуып, тазалап қояды. Бұрыштағы торда тотысы отырады. «Хокинс», дейтін маған Сильвер, «кірсейші, Джонмен әңгімелеспейсің бе? Басқа ешкімге де тап сен келгендегідей қуанбаймын, балам. Отыр, әңгіме тыңда. Мынау капитан Флинт. Аты жолы қарақшының құрметіне тотымды капитан Флинт деп атағанмын. Иә, мына капитан Флинт сапарымыз сәтті аяқталады деп болжам айтады. Солай ма, капитан?» Тотысы көз ілеспей, «Пиастрлар, пиастрлар, пиастрлар» деп тақылдай жөнелді. Және әбден талып шаршағанша, немесе Джон торын орамалмен бүркеп тастағанша тоқтамай қайталай берді. «Бұл құстың жасы, Хокинс, тап бір 200-ге толған шығар», дейді ол. «Тоты деген өлмейді ғой. Өмірде менің тотым көрген зұлымдық атаулыны жын-перінің өзі де көре қойды ма екен? Сірә, бұл тоты Инглендпен де, иә, атақты қарақшы Инглендпен де жүзді. Бұл Мадагаскарда да, Малабарда да, Суринамда да, Порто-Беллода да болды. Суға батып бара жатқан галеондардың жүгін құтқарғанды да көрді. Пиастрлар деуді де ол сол күні үйренген. Оған таң қалатында ештемесі жоқ. Сол күні Хокинс 350 мың пиастр теріп жинап алғанбыз. Бұл тоты Гоа маңында Үндістанның вице-короліне қастандық жасалғанда да бірге болған. Ал түріне қарасаң балапан сияқты. «Басқа галсқа бұр», деп айқайлады тоты. «Бұл менің керемет теңізшім ғой», деді аспазшы тотыға қалтасынан бір кесек қант алып беріп жатып. Тоты тордың сымын тұмсығымен шұқылап, боқтық сөздерді жаудыра түседі. «Қарамай арасында жүрсең, үстіңді былғамасаң шараң жоқ», деп түсіндірген болды Джон. Бейшара кәрі құс шайтан ойнағында отырғандай былап сөздерді айтады. Бірақ не айтып, не қойып отырғанын өзі де білмейді ғой. Бұл Құдай алдында да боқтық сөздерді шімірікпей соға берген болар еді. Осыны айтып отырып, Джон маңдай шашын сәндене сипап қойды. «Мен дүниедегі ең ізгі адам осы шығар» деп түйдім. Сквайр мен капитан Смоллеттің арасы бұрынғысынша дүрдараз күйінде. Капитан жөнінде өзінің нашар пікірде екенін Сквайр іркілмей ашық айтады. Капитан өзі келіп Сквайрмен ешқашан сөйлеспейді. Ал Сквайр бірдеме сұрай қалса, қатал, қатқыл үн қатып жауабын келте қайырады. Бір жолы қыспаққа алған кезде, «Команда жөнінде теріс пікірде болып келіппін», деп ол өз қатесін мойындауға да мәжбүр болғаны бар. Матростардың көпшілігі жұмыстарын жақсы істеп жүр. Команда тұтас алғанда үлгілі дәрежеде болып шықты. Тіпті кеме де оған қатты ұнады. «Кемеміз жақсы әйелдің күйеуіне құлақ асқыштығы сияқты. Рөлдің ырқына көнгішақ екен. Бірақ сер», дейтін ол, «біз әлі де елге оралғанымыз жоқ, және осы сапарымыз маған әлі де бұрынғысынша ұнамай келеді». Мұны естігенде Сквайр капитанға теріс айналады да, тұмсығын көтеріп қойып, палубада әрлі-берлі жүре бастайды. «Мына кісі кешікпей-ақ шыдамымды мүлдем таусатын шығар», дейтін ол. Бір күні қатты дауылға ұшырадық. Дауыл Эспанолланың жақсы кеме екенін растай түсті. Командамыз да риза сияқты. Бірақ оған таң қалатын ретіміз жоқ еді. Сонау Нұхтың заманынан бері сірә бірде-бір кемеде команданы тап біздің кемедегідей ешкім еркелетіп ұстамаған шығар. Құрттай дәлел табылса-ақ болды, теңізшілерге 2 есе етіліп шарап құйылады. Матростардың біреуінің туған күні екендігі белгілі болса, Сквайр жұрттың бәріне пудинг бергізеді. Кім болса да тәбеті тартқан кезде жей берсін деп, палубада әрдайым бір бөшке алма тұратын. «Түбі жақсылыққа апармайтын нәрсе», дейтін капитан доктор Левсиге. «Көрерсіздер де тұрарсыздар. Матростарды бұзғаннан басқа осының пайдасы жоқ». Алайда алма салған бөшкенің бізге керемет пайдасы тиді. Өзімізге төнген қауіпті дер кезінде біліп, залымдар қолынан қаза таппай, аман қалуымызға сол көмектесті. Бұл бұлай болған еді. Біз алдымен пассатқа қарсы жүзгенбіз. Ондағы ойымыз өзіміздің аралдың жел жағына шығу болатын.
Ал енді қазір жел арт жағымыздан соғып тұр. Аралдың көрінетін уақыты болды ғой деп күндіз-түні көкжиектен көз алмай қараймыз. Өз есебіміз бойынша енді тәулік толмай-ақ аралға жетуге тиіспіз. Не бүгін түнде, не ең әрі кеткенде ертең түске дейін Қазына аралын көруіміз керек. Бағытымыз оңтүстік, оңтүстік-батыс. Траверсте жел бір қалыпты соғып тұр. Теңіз беті тыныш. Эспанолла алға қарай зырлап келеді. Оның бушпритінде толқын көміп жібереді. Барлық жағдайымыз жақсы. Кемедегілердің бәрінің де көңілдері көтеріңкі. Бәрі де сапарымыздың жартысының өткеніне қуанышты. Күн батып өзімнің барлық жұмыстарымды аяқтаған соң кереуетіме барып жатайын деп тұрдым да, кенет осы бір алма жеп алсам жаман болмас деген ой келе қалды. Лып етіп палубаға жүгіріп шықтым. Кезекші матростар кеменің тұмсық жағында тұрып алып, арал көрініп қалмас па екен деген үмітпен теңізден көз алмайды. Рульдегі матрос жел жақтағы желкендерді қадағалап жаймен ысқырып тұр. Жым-жырт, жайлы тыныштық. Тек кеме ернеуінің ар жағынан сылп-сылп еткен судың ғана дыбысы естіледі. Қарасам бөшкенің түбінде жалғыз ғана алма қалыпты. Соны алам деп бөшкенің ішіне түсуіме тура келді. Судың бір қалыпты шылпылы, кеменің жанға жайлы мамық тербелісі әлдилеп, бөшкеде отырып ұйықтап кете жаздаппын. Кенет біреу бөшкенің жанына келіп, гүрс етіп палубаға отыра кетті. Бөшке орнынан сәл қозғалып кеткендей болды. Әлгі кісі бөшкеге арқасын сүйей отырған тәрізді. Бөшкеден секіріп шықпақ боп жатқанымда әлгі кісінің сөйлеген даусын естідім. Сильвердің даусы. Бірден тани қойдым. Ол 2-3 ауыз сөз айтып үлгермей жатып-ақ, енді мен осы бөшкеден не қылса да шықпаймын деген шешімге келдім. Әрі қорқып, дірілдеп, әр сөзін естігім келіп, құлағымды тоса түстім. Бөшкенің түбіне жабысып-ақ жатырмын. Оның алғашқы сөздерінен-ақ кемедегі адал адамдардың бәрінің де тағдыры ендігі жерде менің қолымда екенін түсіне қойдым.